Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге балықты қалайша сырты хрустящий, ішкі жағы сондай нәзік қылып пісіруге болатындығын көрсететін боламын. Ең алдымен кез келген балықты алып, тазартып, ішкі жағынан басын барлығын тазартып кесіп алып жуып алатын боламыз. Содан соң керекті мөлшерлерге осылайша кесіп аламыз. Мен бұл жолы сом балығын алдым, яғни бұл жерде қылқаны барлығы аз, жеген кезде де ыңғайлы болғандықтан, дәмі де керемет болғандықтан осы балықты таңдадым. Осылайша мен жіңішке кішкене бөліктерге барлық балығымды кесіп дайындап алдым. Содан кейін тұздайтын боламын. Мінекей достар, дайын болған балығымыздың бөлшектерін осылайша арғы бергі жағын барлық жеріне жеткізіп, тұз жағып шығатын боламыз молынан. Содан кейін 30 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің тұзымыз сіңіп, өте дәмді бола түседі қуырған кезде. Осылайша 30 минуттан кейін, тұзы сіңгеннен кейін ұнға екі жағын аунатып алатын боламыз, себебі майға қуырып пісірген кезде сондай қытырлы хрустящий болып пісетін болады. Осылайша дайын балығыңызды қызып тұрған майға салып, екі жағын аунатып, қызарғанша қуырып алатын боласыз. Әдемі түске енгенше асықпай, кем дегенде 4-5 минутта алатын болады қуыру. Қараңыздаршы достар, сондай керемет тәбетті ашатындай ғажап түспен піседі. Осылайша қағаз сүлгінің үстіне түсіріп алатын боламыз, себебі сәл майын сіңіріп алуы қажет. Сондай қытырлақ, ішкі жағы сондай нәзік, жұп-жұмсақ болып піседі. Беткі жағын осылайша пияздың көмегімен әсемдеп, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Сіз де отбасыңызды осындай дәмді аспен қуантуға кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көргеніңізге рахмет.